келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгін біз үй жағдайындағы донерді жасап үйренеміз. Арнадан алыстамаңыздар. Донерімізға қажетті заттар, жаңағы картошка фриімізға 3 картоп алдым, және жарты килограмм тауық еті, кішкене капуста, 2 сәбіз қосам, 2 қызанақ және 1 қияр, және кетчуп и майонезімізді қосамыз. Және де лаваш міндетті түрде керек болады. Біз ең алдымен картопымызды ұзыншақ жуанырақ етіп турап аламыз. Біз картопымызды турап болдық. Мынандай мөлшерде ұзыншақ қылып турайсыздар. Және біз кішкене тұз сеуіп жақсылап араластырып қоямыз. Кішкене оғанға дейін тауық етін ұзын жалпақ етіп турайсыздар. Сосын майға пісіріп аламыз, қуырып. Мінекей достар, біз картошка фри майымызды жаңағы жеткілікті етіп құямыз. Өйткені картопымыз ішінде емін-еркін қуырылуы керек. Біз жаңағы тұздап қойған картопымыздың кішкене сөлдерін мындай қағаз салфеткамен суларын кішкене сорғытып алсаңыздар болады. Өйткені майға түскенде жаңағы біздің майымыз әбден қызды. Енді картоптарымызды аз-аздан салып пісіріп аламыз. Осылай қайнап пісу керек. Қазірше араластырмай тұрасыздар. Әбден сарғайып піскенін күтеміз. Біздің картопымыз піскенше екінші жағына қызған майға жаңа тауық етімізді қуыра береміз. Яғни тауық етін пісіріп аласыздар. Тұз саламыз. Және кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Менде мынандай әмбебап дәмдеуіші немесе тауық етіне арналған дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мінекей біз картопымызды пісіріп алдық. Бұны піскен жаңа картопқа тығып көресіздер, оңай жаңа кірсе жұмсақ, яғни арасы пісті. Осылай пісіріп аламыз. Тауық етіміз де пісті, және фриімізді де дайындап алдық. Енді біз көк шөбімізді турап аламыз. Ұсақ жіңішке етіп турасаңыздар болады, немесе теркадан өткізсеңіздер болады. Ал қалғанын біз ұсақ жіңішке ұзыншақ қылып турап шығамыз. Барлығын дайындап алдық, яғни донеріміздің ішіндегі салмасын, көк шөбімізді турап алдық. Енді жаңағы лавашымыздың ішіне барлығын орналастырып шығамыз.
алдық донерімізді. Енді бұны біз құрғақ жаңағы қызған табамызға, астында от жанған, ұстаймыз. Мінекей осылай кішкене ғана ұстайсыздар, ыстық табада жаңағы кішкене қызарғанша екі жағын осылай аударып бір 2-3 минуттан ұстап аласыздар. Біздің донеріміз дайындалды. Яғни екі жағын аунатып кішкене отқа ұстадық. Осылай қалғанын дайындаймыз. Біз бүгінгі үй жағдайында жасайтын донерімізді дайындап болдық. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.